Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Ауызашарға не пісіремін деген күнделікті сұрақ мазалайтын болса, менің арнама жазыла кетіңіздер. Мен Рамазан айына арналған менюдің челленджін бастап кеттім. Бүгін сіздермен 7-ші және 8-ші тамақтың рецептімен бөлісетін боламын. Рецепт дегенде бүгін бізде манты. Мантыны әркім әрқалай жақсы көреді. Біреулер тек етпен, біреулер картоп қосады. Енді біреулер асқабақ. Мен отбасыда асқабақпен жегенді жақсы көреміз. Асқабақ қосылған манты шырынды әрі нәрлі болады. Сол үшін асқабақпен жасағанды жақсы көреміз. Және кейбіреулер болады, асқабақпен етпен ғана жасайды, пияз қоспайды. Бірақ пияз сочностьті беретін именно осы пияз болғандықтан міндетті түрде қосамыз. Өздеріңіз үйренгенде, өздеріңізге қалағандай қылып начинкасын жасай берсеңіз болады. Мен сіздерге мына қамырымен бөліскім келіп тұр. Қамырына шамамен 600 грамм ұн аласыз. Енді үйдегі адам санына байланысты 1 килограмм алсаңыз, осы суды 2 есеге көбейтесіз. 600 граммға 200 миллилитрдай су кетеді. Салқын су керек, және де суға тұзды ертіп аласыз да, осы қамырды июі қанғанша илейсіз. Басында жабыспайтын сияқты болып көрінеді, бірақ 10-15 минуттан асырып илейтін болсаңыз, осылай бірігеді және қатты қамыр болады. Осыны 20-30 минутқа қойып қоясыз. Әбден жұмсарғаннан кейін қайта үстін қайтарып жасасаңыз бірігетін болады. Және де мына қамырдың екінші түрін жасап та көрсетіп жатырмын. Тура сол суға, және де бұл жердің ерекшелігі жұмыртқа қосасыз. Жұмыртқа негізі қаттылау қылады қамырды, бірақ олай да жасасаңыз болады, ол өзіңіздің қалауыңызға қарай. Және де осы қара бұрышты негізі пиязға бөлек екеуін араластырып алған жақсырақ. Сол кезде дәмі қанық болады. Етпен бірге аралассаңыз, ол етке араласып кетеді, онша пияздың дәмі білінбейтін болады. Сондықтан бірінші қара бұрышты пиязға араластырып аласыз, кейіннен начинкалардың бәрін бірігіп араластыратын боламыз. Және өзіңізге ұнағандай қылып әртүрлі қылып түйсеңіз болады. Мен осылай домалақтап жайып аламын да, елочка сияқты өріп шығамын барлығын. Уақыт 4-5-тыдан қарағанда көбірек кетеді, бірақ піскен кезде әдемі, дәмді, тартымды болады. Осы мантаваркаға салатын алдында бетін майлап аласыз. Ас болсын. Сонымен қатар сіздерге 8-ші тамақты да ұсынуды осы видеода жөн көрдім. Себебі 2 видеода қысқа және де описаниясында барлық нюанстарымен бірге подробно жазып кететін боламын. Осы описаниясынан оқып алсаңыз болады. Және 8-ші тамақ ол куриный шницель деп аталады. Өте оңай тамақ түрі. Және көп уақытта алмайтын болады. Немесе манты жасап, болмаса осы куриный шницельді альтернативный вариант қылып сіздерге таңдауға қалдырдым. Осы тауықтың төс еті морозильниктен жаңа шыққан кезде бөлсеңіз, осы слайстар оңай бөлінетін болады. Жұқалап бөліп шығасыз, және де гарнирінде өзіңіз қалағандай картошка, гречка, неше түрлі нәрсемен күріш ұсына берсеңіз болады. Осындай қылып бөліп шығасыздар, және де өзіңіз қалаған специялармен маринадтап қоясыз. Кішкене бір 20 минут, жарты сағат тұрса жеткілікті. Және де осы жақсы дәм беру үшін лимон қышқылында қоссаңыз болады. Лимонның соғын, жарты лимон соқ жетеді. Және де бұған керек заттар бізге жұмыртқа, ұн, және де панировочный сухарь керек болды. Алдымен ұнға осы тауықтың төс етін аударып аласыз. Жұмыртқа жақсырақ жабысады сол кезде. Кейіннен жұмыртқаға былғап аласыз. Одан кейін панировочный сухариге екі жағын аунатып, жақсылап жабыстырып аласыз. Одан кейін қызып тұрған табадағы майға екі жағынан жақсылап қуырып, осы орталдан төменге сәл майға қуырасыз. Сол кезде ішінің барлығы толықтай пісіп шығады. Екі жағынан жақсылап қызартып 7-8 минут екі жағынан, әр жағынан пісіресіз. Сол кезде ортасы жұмсақ болып піседі. Және де осылай турап жегенге ыңғайлы болу үшін кесіп берсеңіз болады. Қасына неше түрлі салаттармен бірге ұсынсаңыз болады. Мен осы пиязбен беруді жөн көрдім. Қасына және де дастарханға соустарды ұсынсаңыз болады. Кетчуп, аджика, кімге қандай соус ұнайды сондай. Және де осы гарниріне мен күріш жасадым. Ас болсын.